Бұл конверттегі барлық ақпарат анонимді түрде сақталған. Қорқынышты ештеңе жоқ деп сенеміз. Бірақ сонда да жалғыз қалмаңыз. Кешіріңіз, мына менің конвертім емес. Дина, ашып қарадыңыз ба? Кешіріңіз, сіздікі екенін білмедім. Не деп жазылып тұр? Мен ғашық болып қалған сияқтымын. Екеуміздің конвертіміздің ауысып кеткені болмаса, біз бір-бірімізге ешкім емеспіз. Давай екеуміз ойнайық. Шарттар қиын емес. Бір-бірімізге тапсырма береміз. Тапсырма орындалмай, келесі тапсырма беремін. Мен сенімен ешқандай ойын ойнамаймын, ұқтың ба? Өзіңнің бұрынғы скучный өміріңе қайтадан барғың келіп тұр ма? Соңғы күндердің қалай өткенін білмей қаласың ғой. Онда анау-мынау деген әңгімелерің болмасын. Түсінбедім. Интим жайлы ойлама. И никакой махаббат. Жоқ, айтсашы енді сен мені кінәлап тұрсың ба? Сен тек өзіңді қарақан басын ойлап қалған эгоистсің. Осы ма сенің естігің келгені? Сен всегда өз дегенді істеп үйреніп қалған адамсың. Қайдара, мен емделмеймін. Ал сен еміңді тастама. Кешегі тапсырған анализдеріңіздің нәтижесі келді. Сіздің аяғыңыз ауыр. Емді жалғастыру үшін баланы алдырып тастау керек. Мен енді не істеуім керек? Көмектесші маған. Мен сонда қайсыны таңдауым керек?